Карындаштар, бир туугандар. Аз мына жигиттерди карап сүйлөп алып күлүп турабыз. Менин сөзүм көп. Шундай ичим толуп, жүрөгүм ооруп, ичим ачышып турат. Бирок вакыт жок экен. Биз күлүп турабыз, азыр Кыргызстан шундай коркунучта турат. Биз аны түшүнбөй турабыз. Азыр Кыргызстанда согуш, уруш болуп атат. Кандай согуш, уруш? Арам менен алал, чындык менен жалган, ак менен кара согуш болуп атат. Biz kaydıgar karap dur bergen bolsak şul biz anal da unutulат, çындык da unutulат. Hadis mazmunda kelet. Turganlar. Bir jaman to'g'ri emas ish bo'lib atgan bolsa, o'shani qo'ling bilan to'xtat. Qo'ling bilan to'xtata olgan bo'lsang, tiling bilan to'xtat. Tiling bilan da to'xtata olgan so'ng chiqib qarab turgan bu iymoningning alsizligi, iymoningning tömendigi. Көріп атабыз, өзіміздің бір туғандарымыз жүгіріп жүреді. Мана да өзіміздің балдарымызды қойып, бұларды көрсетіп қойып, арқасынан аждарлар келетеді. Туғандар көзімізді чайлық, ойған ойлық. Қырғызстан тұңғылықта тұрады. Менің сөйлесіміз үйрегім келіп атады. 90-шы жылдан бері мен кличкам депутатмын. Мен атым Насылбек Абдурахманов. Мына азыр биліктегілер қарағыла. Уйры десек кім? Кеше Uyalçak депутат айтты ғой. Жантөре сатып алды ефті. Жантөре әке, сіз өзіңіздің 10% төлеңізді алып, өлі отыра өрбейсіз. Жасай жақшысын айтып отыр. Значит, өкіметтің 10% алып отырған ұр екен ғой. Оны кім өзгермей жұтауыз. Ана кейін мен басқа нәрсені қойын, кечелі. Қытайдың емесі келіп отады. Дипломаты кесе біздің президентіміз айтып отады. Қарыздың мөнетіні кішіне ұзартып тұрайлық дейді. Төле әлбей жатады екенбіз. Дағы нелік қарыз алып отады. Айналайын туғандар, ата боғыздан қалған сөз бар. Жеріңе көзін алай тұрған қоңышыңдан қарыз сұрау деген. Ертеге біз құл боламыз ба? Бұл өкіметке ешен жоқ. Себебі, көрдіңер, жыртықтарды сатқан, бәжәкей. Өзінің туғаны қойып алсар, 4.000 десеңер, 400.000-ден айлық алышы отырышады. Немеге түшінбейбіз? Дағы осыларды чайлаганы кетпеп табызай. 10.000 сом агитаторларға беріп қойып тұр. 10.000 сом аламын бір айдай. 10.000 сом мүмкінде төгейді, анан кейін 5 жылық. Ертеге ады хан емес. 5 жылдан кейін мамыт біріңді қойсаң да оңда әлбей қалышы мүмкін. Тұлғылыға түсіп кетіп бартауыз, тоқташуыз керек айналыңдар. Иманға келейлік. Тоғыз болса қолыңызмен болса тіліңізменен тоқтатайлық. Келешекте балдарымыздың, невраларымыздың келешегін ойлайлық. Çındығы түйбе тұрайлықты. Бұл бастан үйелен бір жол олауыз. Жаңады қамыз айтып кеткенше, ешкім өлтіріліп айт, әгер сенің күні соң бұтпеген болса. Біле сен айтып қой, менің құдамын апасы 89-ға кірген. Давлениясы бар, қарыған, давлениясы бар, астматик. Кеше двухсторонний пневмония болды, өлет деді, құдағын әміріменен өлген жоқ. Астматик, давление 200. 89-ға кірген кәмпір өлмеді. Значит, бұл матчы, баяғы Чыныбай деген депутат барды, оның магнаты, миллионер, өліп қалды ғой. $1 миллион жардан бермеді ғой. Туғандар, бір башта бір өлім. Тоқтатойлық айнан айыр. Арам, жегенің арам айтып кетті. Дағын бір нәрсе, чуақтың айтқаны бар. Туғандар, анасы бір жаман адамды депутат қылып қойған болсақ, 5 жылда қаншалық ұрылық қыса, қаншалық күнә еш қылған болса, ошоға біз себеп керекенбіз, ошоның күнәсін бәрі жауап береміз. Бір туғандарымызды дозақтан сақтайлық. Жоқ дегенде мойнымыздан сақыт, айналайын, қайып боларам дейлік. Тоқтатайлық, қайтайлық, иманға келейлік. Кешіресіңер сөзім көп, бақыры өңмен. Жоқ, жүректі батпайды айтпасам жарылып кетем. Амин. Allah'ım sen merimdilerin. Keçirimdilerden keçirimlisin. Bereşenlerin bereşensin Allah'ım. Sana gana sığınağız, senden gana surayız Allah'ım. Maşı елімізге, жұртымызға, мемлекетімізге тынчылық, аманчылық, тоқчылық, қарсанчылығын берген. Мұнашы Қырғызстанның егеменділігіне түбеліктүү қылып берген. Allah'ım мұнашы тұрған жігіттерді себеп қылып, Қырғызстанымызды өзің оңдолын Allah'ım. Мұнашы жігіттер бел байлашып шығышыптыр. Соларға да күш қуат берген, иман берген. Бала чақасымен ел тынч болырсын, ел үшін шын жүректен іште берішін насипін. Allah'ım машы тұрған елге дағын, жүрегі салғын Allah'ım. Айтты барып қайтып кетпесінеге, шындап елге жұртқа деп
бюллетенді салып, бүтін Қырғызстанды жайлап, анан кешірге келгендер, Алладан қандай тілеген мақсат тілеуіңер болса, шари мақсат тілеуіңер болса, Аллах өздеріңе келе берсін. Қырғызстанның өсіп, алдыңғы бай мемлекеттер болсын.